Әлем халқының 26%, немесе 2 миллиардтан астам адам таза ауыз су көзінен су іше алмай отыр. Біз күнде 2-3 рет душқа түссек, 46%-дан астам адам антисанитариялық жағдайда өмір сүреді. Өте ауыр статистика. Бұл менің сөзім емес, мәжілісте айтқан депутаттың сөзі. Әлем елдері халқының 26%-ында таза ауыз су көзі жоқ. Ал 46% антисанитарлық жағдайда өмір сүреді деп көрсетілген. Депутат қаншалықты рас сөйледі, статистика айту барысында бұрмалау болды ма? Осы және өзге де мәлімдемесін бірге тексерейік. Депутат рас айтыпты. Біріккен ұлттар ұйымының су ресурстарының жай күйі туралы 2023 жылғы есебінде әлем халқының 26%, немесе 2 миллиард адам таза ауыз суға қол жеткізе алмай отыр. Сонымен қатар 46%, немесе 3,6 миллиард адам антисанитариялық жағдайда өмір сүреді. Бұл өте қорқынышты статистика, себебі ауадан кейінгі адамға қажетті дүние ол су. Сіз мысалы сусыз қанша күн өмір сүре аласыз? Соңғы 40 жылда жаһандық суды тұтыну жылына шамамен 1%-ға өсіп келеді. Бұл да рас ақпарат екен. Біріккен ұлттар ұйымының соңғы 40 жылда біз жыл сайын су ресурсын көп тұтынып келеміз. Бұған басты себеп халықтың көбеюі, су тұтыну моделінің өзгеруі және әлеуметтік мәселелер. Егер осылай жалғаса беретін болса, болашақ ұрпақ ауыз сусыз қалуы әбден мүмкін. Ғалымдар дүниежүзіндегі судың 70%-ы егін шаруашылығына кететіндіктен. Дүниежүзілік банктің дерегінше қазіргі таңда әлем бойынша тұщы судың 71% ауыл шаруашылығына қолданылады. Яғни ішуге жарамды суды біз тек ауыл шаруашылығына пайдаланып отырмыз деген сөз. Өте абсурд нәрсе. Ал әлем елдерінің арасында Сомали тұщы судың 99%-ын ауыл шаруашылығына пайдаланады. Одан кейін Ауғанстан, Непал және Мали 98% тұщы суды ауыл шаруашылығына қолданады. Қазақстан болса 62%-ын ауыл шаруашылығына пайдаланады екен. Бұл да аз емес негізі. Сіз ауыз суды қалай пайдаланып жүрсіз? Машина жуасыз ба, әлде бақшаға пайдаланасыз ба? Пікіріңізді комментке жаза кетіңіз. Видеоны бөлісіп, каналға тіркеліңіз. Шындыққа сіздің де таласыңыз бар.